Сәлеметсіңдер балалар, бүгін біз химиялық формулалар бойынша күрделі зат құрамындағы элементтердің массалық қатынастарын қалай есептеу керек, сонымен танысамыз. Ортофосфор қышқылының формуласы H3PO4. Алдымен осы заттың құрамына кіретін әр элементтің салыстырмалы атомдық массасын жазамыз. Сутектің салыстырмалы атомдық массасы 1, фосфордікі 31, оттектің салыстырмалы атомдық массасы 16. Енді осы элементтерден сутек, фосфор және оттек атомдардың санын ескеріп, осы атомдардың массаларын табамыз. Ол үшін біз сутектің 3 атомын оның салыстырмалы атомдық массасына көбейтіп, біз оның массын тауып тұрмыз. 3 массалық бөлік. Фосфор бізде бір ғана атом, сондықтан ол 31 массалық бөлікке ие болады. Ал оттек атом саны 4, оны 16-ға көбейткен кезде бізде шығады 64 массалық бөлік. Сонымен мынау ортофосфор қышқылының құрамына кіретін элементтердің өзара массалық қатынас 3, 31 және 64-ке тең болады. Бұдан берілген заттың ортофосфор қышқылының массалық бөліктері зат құрамына кіретін атомдардың массалық бөліктерінің қосындысына тең болады. Сутектің массалық бөлігі 3, фосфордікі 31, оттектікі 64. Сонымен ортофосфор қышқылының 98 массалық бөлігінің 3-і ол сутек, 31 массалық бөліктер ол фосфордың атомдары, 64 массалық бөлік ол оттектің атомдардың массалары. Массалық бөліктерді массының кез келген өлшемімен өрнектеуге болады. Мысалы, 98 килограмм ортофосфор қышқылының құрамында 3 килограмм сутек атомдары бар екен, 31 килограмм фосфор атомдары және 64 килограмм оттек атомдары құрамына кіреді екен. Сонымен балалар, біздер күрделі зат құрамындағы элементтердің массалық қатынастарымен таныстық. Берілген зат құрамындағы химиялық элементтердің массалық қатынастарын есептеңіз. Есепте алюминий сульфаты берілген, алюминий 2, ісі 4, 3 еселенген. Алюминий сульфатының құрамында 3 түрлі химиялық элементтердің атомдары бар екен. Ол алюминий, күкірт және оттек. Осы элементтердің массалық қатынастарын есептеу керек. Алдымен әр элементтің салыстырмалы атомдық массасын жазамыз. Алюминийдің салыстырмалы атомдық массасы жоқ шамамен 27. Күкірттің салыстырмалы атомдық массасы 32. Оттектің салыстырмалы атомдық массасы 16-ға тең екен. Формула бойынша әр элементтің атом сандарын анықтайық. Алюминий 2 атом, ісі 4, 3 еселенген. Жақшаны ашамыз. Күкірттің атом сандары 3-ке тең болады. 3 атом. Оттек атом сандары 3-ті көбейтеміз 4-ке, 12 атом. Енді әр элементтің атом сандарына сәйкес массаларын жазып шығайық. Алюминийдің массасы тең болады 2 атомды көбейтеміз салыстырмалы атомдық массасына 54
массалық бөлігі болады. Күкірттің массасы атом саны 3. Көбейтеміз салыстырмалы атомдық массасына күкірттің 32, 96 массалық бөлік. Оттектің массасы тең болады 12 атом көбейтілген 16-ға. 192 массалық бөлік. Сонымен, алюминий сульфатының құрамындағы элементтердің өзара массалық қатынас тең 54, 96, 192. Қысқартуға болады 2-ге. 27, 48, 96. Енді бұл массалық бөліктерді бір-біріне қосып, біз алюминий сульфатының массасын табамыз. Алюминий 2, ісі 4, 3 еселенген. 27 массалық бөлік, ол алюминийдікі. 48 массалық бөлік күкірт атомдарынікі. Және 96 массалық бөлік оттек атомдары. 171 массалық бөлік. Сонымен, егер алюминий сульфатының массасы 171 грамм болса, 27 грамм алюминий атомдары, 48 грамм күкірт атомдары, 96 грамм оттек атомдары болады екен. Сонымен, бүгін біздер күрделі заттың құрамындағы химиялық элементтердің массалық қатынастарын қалай есептеу керек екенін таныстық.